әдебиет сүйер қауым. Қазақтың бір туар ұлдарының бірі, дана ғұлама, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылған эстафетаны Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Сарманқұлұлы Әміровтен Бурабай аудандық сотының судьялар мен мамандары қабыл алды. Құс түсті көбелек, жас сайларда көмелек, бәйшешек солмақ, көмерек, көбелек өлмек, селемек. Адам затқа не керек? Сүймек, сезбек, кеймек, харекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек. Әркімді заман сүйремек, заманды қай жан білемек, заманға жаман күйлемек, заманға мұны елемек. Тасыған өзін көрілді. Заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа қойнына тыққан тастары. Саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын тыйғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілімен жиғаны. Онымсыз иске шеп жебер, майданға түспен есі өнер, сиырша тойса маз болып, өреге келіп сүйкенер. Күлбендеп келер көздері, қалжыңбас келер өздері, кекектеп секек итемдеп, шошқа туар сөздері. Буынсыз тілің, буылы сөзің әселі адам ұғлына, кісінің сөзін ұққышақ өзің қисығын түзеп туғырға. Сезімпаз көңіл, жылы жүрек, таппадым деп түңілмес, бір тәуір дос тымақ керек, ойымен тілі бөлінбес. Ойымыз бен тіліміз бөлінбесін, құрметті қазақстандықтар. Абай Құнанбаев бабамыздың 175 жылдығы құтты болсын.